Грек жаңғағының емдік қасиетін көпшілігіміз біле бермейміз. Мысалы, сусамырмен науқастанған адам жаңғақтың дәнін кептіріп, ұнтақтап, оның бір қасығын жарты литр суға салып, 1-2 минут қайнатып, бір күн тұндырып, күніне 30 граммнан 3 рет, үзіліссіз 2-3 ай қабылдаса, науқасынан айығып кетеді екен. Достар, біздің арнаны 77% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Туберкулезбен сырқаттанғандар жаңғақтың ұнтақталған дәнін балмен теңдей мөлшерде араластырып, күніне 3-4 рет 25-30 граммнан жеп жүрсе, бұл да керемет көмек. Мұны әлсізденіп жүрген жандар, жүкті әйелдер, бала емізетін әйелдер мен жас балалар, жалпы денсаулығын нығайтқысы келгендер тұрақты жесе тіпті жақсы. Бұл қоспаны гипертония, анемия, атеросклероз, бауыр, бүйрек, асқазан, жүрек, қан тамырлары ауруларына, сондай-ақ еңбек пен ақыл-ой қабілетін арттыруға да қолдануға болады. Және құлағы ауырған адамға жаңғақ дәнінің майын ысытып, күніне 1-2 тамшыдан тамызып отырса тез жазылады. Фаринит, ангина, тамағы ауыратындарға жаңғақтың жас тамырын қазып алып, оны жуып, көлеңкеде кептіріп, ұнтақтайды. Сол ұнтақтың жарты стаканын 300 стакан суға салып, 10-15 минут баяу отта қайнатады. Бір күн бойы тұнған соң, үстіне 100 грамм алма сіркен суын қосса, дәрі дайын болады. Сосын онымен ауызды жиі-жиі шайып тұрса, тез жазылады. Тіпті жас баланың аузы уылып, сілекейі тоқтамаған кезде, осы дәріге дәкені батырып, сүртсе, 1-ақ күнде жазылады. Ауызды шайғанда ол тістің етін жетілдіріп, ісуін, қан ағуын тияды. Ал жатырынан қан тоқтамаған әйелдер күніне 3 рет, тамақтан жарты сағаттан бұрын 30 граммнан ішсе өте жақсы көмектеседі. Егер несеп, яғни зәр жиі келетін болса, жаңғақ дәнін пісіріп, жатар алдында жылы арақпен 9-15 грамм ғана болады. Жаңғақтың сүйегін ұнтақтап, бір қасығын жарты литр алма сірке суына салып, 1 ай сақтап қояды. Сонан соң оны аяқтың шуашына, қотыр мен қышымаға жақсы, өте пайдалы. Жаңғақ бүйректі қуаттандырып, өкпені тазалап, ішекті дымқылдандырады және дене әлсіздігіне, белсіздап ауырғанда, бас айналып, құлақ шыңылдағанда да өте пайдалы. Ол үшін жаңғақ дәнінен 600 грамм қара бұршақтан 300 грамм талқандап, балға араластырып, күніне 2 реттен ішеді. Жаңғақтың жапырағы да ем. Оны жаңғақ гүлдеген кезде жинап алып, күн түспейтін жерде кептіреді. Сосын жақсылап ұнтақтап, 1 қасығын жарты литр суға салып, бармақтай ашу тас қосқан соң қайнатып суытады. Оны сумен аяғы мен қолтығы үнемі терлеп жүретіндер жуынып жүрсе, немесе тершең баланы күніне 1 рет шомылдырса, бұл қолайсыздықтан тез құтылады. Ал басының қышымасы, қайызғағы, сіркесі барлар жуса, оған да таптырмайтын ем. Суықтап қалсаңыз, жөтелсеңіз, бронхитпен ауырсаңыз, 500 грамм ұнтақталған грек жаңғағының дәні мен 300 грамм бал, 100 грамм алоэ және 4 лимонның шырынын сығу керек. Осыларды жақсылап араластырып, күніне 3 рет, тамақтан жарты сағат бұрын 1 ас қасықтан жеген дұрыс. Ал балаларға шай қасықпен беру керек. Бауыры, көк бауыры және циррозбен ауыратындар жаңғақтың дәнін ұнтақтап, оның 10 граммын жарты литр араққа салып, қараңғы жерде 1 ай бойы сақтап, сүзіп, күніне 3 рет, тамақтан 1 сағат бұрын үздіксіз 2 ай ішсе тез сауығады. Ал жаңғақ дәнінің майын ысытып, оған дәкені батырып, қақсаған тіске басса, ауырғаны қолма-қол тияды. Жаңғақ қабығын тастамаңыз. Оның пайдасы өте мол. Ол бұрыннан белгілі және халықтық медицинада қолданылады.
жаңғақ қабығының пайдалы қасиеттері минералды және басқа да пайдалы қосылыстардың болуына байланысты карбон қышқылдары, танниндер, витаминдер, с және стероидтар кездеседі. Бай және пайдалы құрамы арқасында жаңғақ қабығы медициналық тәжірибеде кеңінен қолданылады. Ол адам ағзасына жалпы күшейтетін және профилактикалық әсер береді. Жаңғақ қабығының препараттары иммундық жүйеге әсер етеді, оны нығайта түседі және сыртқы және ішкі ортаның жағымсыз факторларына төзімділікті арттырады. Басқа да көптеген пайдалы заттар бар. Ауыз бен мұрынның шырышты қабығын емдейді, қан тамырларын тазартады, қаныңызды сұйылтады, тромбоздың алдын алады, жөтелді жеңілдетеді, ісіктердің пайда болуына жол бермейді, тері ауруларын емдейді, жараларды емдейтін әсері де бар. Еріксіз зәр шығару үшін қолданылады, гинекологиялық мәселелерді шешуге көмектеседі, эрозия, адгезиялар және кисталар сияқты. Қан қысымын төмендетеді, түнгі ұйқыңызды жақсартады, бас айналу, конвульсия, кекірумен әрекет береді. Косметикада кеңінен қолданылады. Асқазан, ұлтабар, ащы және тоқ ішегінде жарасы бар, қызыл өңеші тарылып, аш жүруі қиындаған, іштен және жатырдан қан аққан, орта жастағы науқас жандар жаңғақ қабығының жарты стақан ұнтағын 3 литр суға салып, біраз қасық бал қосып, 30 минут қайнатады. 2 күн тұндырып, үстіне 150 грамм сірке суын қосады. Мұны 30 граммнан тамақтанардан 30 минут бұрын 2 ай бойы үзбей ішіп жүрсе, құлан таза сауығады. Жаңғақ майының бір қасығына бір жұмыртқаның ағын қосып, ыстық судан жалыннан күннен күйген жерге сүртіп жүрсе, тыртықсыз тез жазылады. Жаңғақтың ішіндегі дәнін орап тұрған жұқа қабыршақты да тастауға болмайды. Оны майдалап, бір қасығын жарты литр араққа салып, 1 ай бойы қараңғы жерде ашытады, сосын сүзіп, күніне 20-30 тамшысын жарты литр суға қосып, үзбей ішіп жүрсе, жүрек ауруларының қабынудан басқа барлық түріне бірден-бір ем болып табылады. Ол жүректің қан тамырын кеңейтіп, қанның жүрісін жақсартады, шаншып ауырғанды да басады. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.